Мына грядканы қашан тазалап болады екен? Ё-моё, мынаны әлі егуді айтсайшы. Ё-моё, так мына осы картофельді осылайдан егіп қоямыз. Так мынаны былайынан аламыз. Еще мынаған дейтін беретін айлығы да өте аз. Сондағы 3 золото болма, не болмақ сонда? Ё-моё. Сонда не болмақ мен? Сонда немен өмір сүремін? Ё-моё, достар. Так, достар деп қоймын, камераны қостым. Так, камераны қосып жіберейін. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Ермұхан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен дейтін грядкада жұмысқа тұрып алған болатын. Достар, грядкада жұмысқа тұрмасам, ато дейтін менің что-то айлығым азайып кетті достар. Үйдегі заттарды өшім андай продуктіге де ақша жетпейтін болып бастады. Оған дейін басқаша андай кішкене таксовать етіп анау мынау жұмыс істеп жүремін. Қазір ондай жоқ достар. Қазір дейтін жұмыс азайып кетті. Қазір конкуренттер өте көп достар. Просто айта алмаймын, конкуренттер дофига болып кетті, потому что қазір курьер де көп, мопедпен жүретіндер де көп, машина айдайтындар да көп болып кетті. И қараңыздар достар, қазір вообще ауылда адам қалмаған. Вообще қараңыздар достар, мына жақтарда 1-2 адам қалған шығар. Ол енді олар үлкен адамдар дегенде, олардың көбісі жұмысқа кетіп қалған достар. Мен бұрынғыдай ауылда жұмыс қалмаған, енді қазір мен осындай грядканың жұмысын істеп жүрмін достар. Блин, осы бір қашан бір байып кетеді екен. Мен достар, мен грядканы тазалап шаршап кеттім достар. Еще айлығы да сонда 3 золото достар. Мен бір грядкаға 3 золото береді. Мына жақта вообще бізде 1-2, ана жақта 1 грядка, ар жақта 1, в общем 4 золото, 12 золото достар. 12 золотоға мен не аламын? Ол менің бір күндік продуктыма кетеді. Мен осында бір күндік продуктым үшін мен білмеймін достар, көп жұмыс жасауым керек. Бір күндік продуктым үшін мен күніне достар, күніне 4 грядка, сонда бір апталық жұмысқа ойлай беріңіздер, 28 грядканы мен тазалап отыруым керекпін достар, бір апталық тамақ үшін достар. Ё-моё, бір байып кетсем екен достар, біреу келіп маған, достым, сен түрің әдемі екен, либо достар, сен качок екенсің деп андай қылып ақша беріп кетсе, керемет болды. Сендер де сол ойлайсыңдар ма достар? Комментария жазып кетіңіздер. Сіздер қалай, типа, сіздер мысалы сіздерде 1 миллион болса не істер едіңіздер? Соны комментария жазып кетіңіздер достар. Если кімде-кім маған тіркеліп видеома лайк басса, сол әрине достар, ол өзінің жастығының астынан тап ертең iPhone 16 және де өзінің қалай айтсам болады, короче 1 миллион теңге тауып алсын достар. Әумин. Так, осылайынан қойып қоямыз. Мен әңгімені көбейтіп кеттім. Так, мына жақта житель тұр ғой. Ермұхан, сен де грядка жұмыс істейтін болып тұрып кеткенсің ба не? Иә, грядка болып жұмыс істейтін болып тұрып кеттім. Сен қайдан білесің десем, осында тұр екенсің. Так, сен не үшін тұрсың бұл жерде? Ермұхан, үшін бағана сені мер іздеп жүреді. Мер іздеп жүр? Мер мені не үшін іздеп жүр ол? Менде адам не үшін керек болып қалды ол? Вообще, Ермұхан саған бір сөз айтам дейді, саған бір әңгіме бар дейді. Мен де өйтіп қатты сұрамадым одан. Просто Ермұхан маған тауып көрсең айта сал деді, мер шақырып жатыр деп айта сал деді. Сосын сені көріп, өстіп шақырып. В общем, мер сені шақырып жатыр, бір соқпен жейсің оған. Все, давай. Онда мен қазір мына грядканы тазалап тастайын, сосын барамын, Давай, грядканы бітіріп таста. Сосын Ермұхан саған бір жұмысым бар еді менің де. Қандай жұмыс? Вообще, бана үйдегі сундуктар тасып берсек саған 6 золото беріп. 6 золото? Давай, онда мен мермен сөйлесіп көрейін, сосын барып сенің мынау сундуктарын тасып беремін, Давай, грядканы бітіріп мерге бар сөйлесіп көр, сосын мен саған сол жұмысты беремін, не ба? Давай, рахмет. Ма достар, қарап отырмай, мына жерде біз дейтін біз жителден тағы бір жұмыс алдық достар. Ема базар жақ өте тамаша достар. Қазір достар 6 золото дейтін өте керемет достар. Мынаған 3 золото беретін. Мен бүгін бір грядка тазаламасам да болады достар. Так, мынаны тазалап болдым. Так, бізді мер шақырып жатыр деді достар. Қазір мерге қарай барайық. Так, достар, бүгін мер үйінде ме екен достар? Что-то мер үйінде емес пе екен, көрейік. Так, қақып көрейік есікті. Кіре бер. Все достар, бізге кіре бер деп айтты. Кіре береміз. Так, есік жауып қоямын достар. Ермұхан. Мер, что там не болып қалды саған? Мен шақырған екенсің ғой. Ермұхан, сені шақырған себебім менің денсаулығым сыр бере бастады. Так, денсаулығым сыр бере бастады дейсіз бе? Жазылып кеттіңіз, басқа не деймін? Жазылып кеткенде онда емес әңгіме. Просто мен мер болып шаршап кеттім, білесің бе? Мен просто мер болғаннан кейін сен өміріңде барлық зат болады. Сенің ақша да болады, машина да болады. В общем, сен қандай нәрсені қалайсың, соның бәрі сенің өміріңде болады. В общем, маған ештеңе қызық болмай бара жатыр күн өткен сайын. Так, күн өткен сайын ештеңе қызық болмай бара жатыр дейсің ба? Оның маған не қатысы бар? Оны маған не үшін айтып жатырсың? Мен саған қараймын деп, просто сенде ақша жоқ болса да сен өте керемет өмір сүресің. Сен всегда көңілдесің, сен всегда андай бір достарың да көп, андай күшті адамсың да. В общем, білмеймін, мен саған өте қызығамын. Сен менен былай қарап тұрсаң кедейсің да, бірақ менен өте жақсы өмір сүресің, даже сен бақыттысың. Ал мен бай болсам да мен вообще бақытты емеспін. Ол неден?
Мен білмеймін, мен просто күнде серуендеп қайтам, былай шығып қайтам, маған соның өзі қызық. Ермахан, в общем, мен бір түсінгенім бар ғой. Мен в общем бос ауылдан кетіп, мен басқа жақта жаңа өмір бастаймын. Атай маған бай өмір қызықсыз болып бара жатыр. Сондықтан мен саған барлық байлығымды осы саған тапсырамын. Так, стоп. Не дедіңіз? Барлық байлығымды маған тапсырам дедіңіз бе? Ё-моё, мен не дерімді де білмей қалдым. Так, Сен дұрыс естідің. Мен барлық байлығымды саған қалдырам, себебі сен байқап жүріп, сен сол кездері ақша жағында қатты қиналып жүрсің. Сол үшін саған осы барлық жинаған байлығымды саған беремін. так, ема, мен не деп айтарымды да білмей қалдым просто. Жарайды, так, рахмет көп. Бірақ мен ондай байлыққа не алмаймын, мен лайықты емеспін. Жоқ, елма байлықты ала бер пока что. Енді білем сенің өміріңде неше түрлі жағдай болып жатыр, адам болып жатыр. В общем, саған ақша арта етпейді, сол үшін мен барлық байлығымды саған тапсырам. Ема, рахмет, мер. Ё-моё, рахмет көп саған. Все, смело енді ақша жағында қам жемесең болады. В общем, мен бүгін таңертең кетемін. Кешке таңертең деп, таңертең. В общем, менің таңертеңге самолетім бар, қазір уже кешке қарай қалаға шығып кетем, сеніп кете берем. Короче, ана жердегі яманы көріп тұрсың ба? Мына ямын айтасыз ба? Дәл сол яманы айтам. Сол ямының ішіне мен барлық байлығым жасалған. Мен кетіп қалғаннан кейін сол ямының ішіне кіріп, короче, барлық байлығымды ала берсең болады. Ема, рахмет, мэр, ё-моё. Так, шығамыз, достар. Ема, достар, естідіңіздер ма? Мэр маған барлық байлығын тапсырып кетеді екен, достар. Ё-моё, так, онда біз қазір бай өмірге қазірден бастап дайындалып берейік, достар. Ема, так, маған бәрін тастаймыз. Қазір, достар, біз дейтін, осы жерде біз өзіміздің керемет байский киімімізді киіп алатын боламыз. Сосын, достар, қазір біз мэрдің барлық байлығын алатын боламыз, Все, достар, көріп тұрғандарыңыздай, мен дейтін өзімдің ең қымбат киімді кидім. Бұл киімді мен 64, яғни бір стак изумрудқа алған болатын, достар. Достар, қазір бізде осындай Gucci не, қазір енді мэрдің үйіне барып, жаңа тесікке кіріп, короче, достар, біз қазір сол байлықтың бәрін қарап алатын боламыз. Достар, мен просто бір күн ішіне миллионер болып кеттім, достар. Ема, офигеть, бұндайды мен даже 10 ұйықтасам да түсіме кірмеді, достар. Так, мэр кетіп қалған шығар деп ойлаймын, достар, енді. Так, веб терезесінен қарап көрейік. Достар, бізде мэр кетіп қалған екен. Так, біз енді кіріп көретін боламыз, достар. Ема, так, достар, кірмей жатып қараңыздар, мына жерде бізде дейтін золотой слитиктер, мына жерде так бізде 3 сундук жатыр екен, достар. Сонда мына мэрдің жинаған бар байлығы болып тұр ғой, достар. Мына сундукты ашып көрейікші. Офигеть, достар, қараңыздар. Біздің мэрдің, короче, дейтін бізде так Apple Watch, iPhone, мына жерде бізде қанша стак алмазный блок, достар. Мен қазір дейтін алмазный блокпен дейтін мен үйімді просто қазір не қылып қойым. Золотой блоктарды қалаңыздар, даже мен инвентарыма симайын деп тұр, достар. Мынау офигеть, достар, қараңыздар. Мынау не деген байлық. Достар, мен қазір бірде мен өзімнің мынау кузницамның инвентарын, несін стойкаларын, короче, достар, осылайнан алмазный қылып тастайтын болам, достар. Офигеть, қараңыздар. Мен просто осы ауылдағы самый экономиканың ең жоғарғы деңгейінде тұрған мен мұңы, достар. Егер сіздерде осындай байлықты қаласаңыздар, достар, менің арнама тіркеліп видеоны до конца көріп лайк басып кетіңіздер, достар. Әр көріп отқан адамға осындай байлық бұйырсын, достар. Қараңыздар, менде алмазный блок, офигеть, достар. Мен атақманың бәрін осы салып қоймасақ, достар, мен даже инвентарымен симай жатыр, достар. Енді бізге маңдай жал, шлем, хлеб емес, достар. Енді біз дейтін торт жейтін боламыз, нанның орнына. Офигеть, достар. Енді біз шиковать ететін боламыз, чисто. Қарапайымдылық сақтап қаламыз, достар. Мен қазір мистер Бист болғым келіп тұр, достар. Қазір мына тұрған житерге мен қазір бір стак алмазный блокты бергім келіп тұр, достар. Ермахан, сен де мені тонап кеткенсің ба? Жоқ, маған мэр өз барлық байлығын тапсырып кетті. Мер байлығы тасып кетті дейсің ба? Ермахан, сен бай болып кеткенсің ғой? Енді ондай бар. Так, мен сені қуантқым келіп тұр. Қалай қуантпақшының? Көзің жұм? Так, көзің жұмдып. Қумаш, қайта сен көзің жұм. Давай, көзім жұмдым. Так, достар, қазір бізде житель көзін жұмып тұрғанда, так, осылайдан блокты бережеміз. Көзіңді ашшы. Ермахан, рахмет. Бұндай бірістің алмазный блок менде өмірде болмағансың. Көп рахмет, Ермахан. Сенде адамдар көп болсын.
ема достар, көрдіңіздер ма, бүгін біз дейтін бір адамды қуантып отырмыз достар. Ема мен осындай бай болып достар, біз ауылды көркейте аламыз достар. Ема достар, қараңыздар, даже біз маңдай колодестің бетін просто алмаздай блоктермен жауып кете аламыз. Ема достар, біз так жаңа байлық бізде 3-ші сыныпты қарамадық достар. Қазір 3-ші сыныпты қарап көрейік достар. Ема қараңыздар, iPhone XS бізде так достар, біз қазір дейтін, мен дейтін қазір самолет заказать еткім келіп тұр достар. Ема қазір біз ондайық так. Алло, бұл бізде самолет сататын магазин ме екен? Я сіз қателеспедіңіз, бұл самолет сататын магазин. Ошим дейтін бар ғой, маған 13-ші ауылға бір джет керек еді. Джет керек дейсіз бе? Жарайды, сізге бір 3 сағат көлемінде сізге бір джет әкеп беретін боламыз. Оның құны 3 стак алмаздың блок болған. Смело ғой, смело төлеп беремін. Так, смело келіңіздер. Так, достар, мен қазір 3 стак мына жерге тастап кетейін достар. Мына жерден осы жерге, примерно осы жерлерге әкелетін сияқты, себебі самолет бізде. Ну, енді взлетная полосасы ұзын болу керек. Так, осы жерге тастап кетеміз. И келген кезде осы жерден алып кете бер деп айтамыз жаңа продюсерге. Так, достар, біз қазір дейтін 3-ші нені қарап көретін боламыз. 3-ші сыныптың ішінде не бар екен достар? Маған өте қызық болып тұр достар. Ема қазір 3-ші сыныпта бізде ема достар, ойланып тұрмын бар ғой, қазір бізде дейтін бір кереметтей бірдеңелер бар сияқты ғой деп ойлаймын достар. Ема достар, қараңыздар, бұның ішінде біз дейтін өте қымбат көліктер. Так, бізде гелик, золотой гелик, Rolls-Royce, Bugatti достар, Lamborghini. Сосын не достар, бізде тоже Lamborghini и Porsche достар. Офигеть достар, қазір маған барлығын бір-бірден айдап көретін боламыз достар. Ема, как раз мына жерде біз дейтін ана осы жолды бізде так мына жерге қойып көрейік достар. Офигеть. Ема достар, қараңыздар, бізде мына жерде еще мына жерінде не деп тұр достар, біздер қарап көрейік достар. Ема достар, бізде Mercedes Gelandewagen ғой достар, қараңыздар, айдап көрейік. Ема достар, маған жүрсін қараңыздар, біздің ауылда просто мынау дейтін достар, мынау білесіздер ма қанша ақша тұратыны просто. Ема, мен магазин кіріп кеттім достар. Так, мына магазинде сатып аламын достар. Ема, қараңыздар. Так, офигеть достар. Так, енді біз қазір Rolls-Royce айдап көрейік достар. Так, Rolls-Royce. Ема достар, как отырып айдап көрейік. Мә достар, маған комфортын қараңыздар, салонын қараңыздар, салондар просто офигеть тамаша достар. Достар, егер де сіздерге осындай көп ақшаларыңыз болса, сіздер қандай машина алар едіңіздер достар, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен если машина алатын болсам достар, ема қазір көрдіңіздер ма достар, мен мынандай Porsche 911 алатын едім достар. Ема Porsche маған өте қатты ұнайды достар. Қараңыздар, қандай әдемі, ойбай, мен сол жағынан отырған екенмін, тек қандай әдемі машина достар. Біз просто бір күнде миллионер болып кеттік достар. Қараңыздар, ема болта мыналардың бәрін құрып тастақ достар. Біз дейтін просто миллионер болып кеттік, ешкім бар ғой. Так, енді біз қазір самолет уже кеп қалатын уақыттай болып қалды достар. Қазір самолет келсін, и сосын қазір самолетпен де ұшып беретін боламыз я достар. Мә достар, қараңыздар, үйдің жанында Rolls-Royce қалай тұр? Так, маған звондап жатыр. Алло, сіздің самолетіңіз келді. Ема достар, біздің самолет келді. Так достар, біз қазір Rolls-Royce'ымызға отырамыз. Қазір ойбай, мен сол жағына отырып аларым достар, өзімді қатты бай сезініп кеттім достар. Так, осылайдан бұрыламыз. Так достар, қазір біз өзіміздің самолетімізді көретін боламыз. Так достар, бізге қазір только неге аварияға түсіп қалмау керек достар. Так, былай қарай жылжимыз достар. Ема, сіздер оған арна жазып лайк басып келіп отырыңыздар достар. Так, осылайдан көтерілеміз. Ема, осы Rolls-Royce маған несі. Ема достар, қараңыздар, бізде самолет тұр. Так, мына осылайдан өзіміздің карманымызға салып қоймыз. Ема достар, қараңыздар, бізде кәдімгідей полноценный джет достар. Ема, біз өзімізге самолет заказ еттік достар. Бағана ғана мен ана жердегі грядкаларды 3 золотаға айырбастап жүре, жұмыс істеп жүрем. Енді қараңыз достар, біз самолет айдаймыз. Ема, айдап көрейік достар, мынау қалай ұшам екен. Ема достар, қараңыз. Айбай. Ема достар, қараңыздар, біз қалай ұшып бара жатырмыз. Ема достар, аспанды 13 ауылды қараңыз достар, төбеден қалай көрінетін. Ема, офигеть. Ема, мен қалай қазір құлайтын сияқтымын. Все, нормально. Так, давай. Осылайдан ұшамыз достар. Ема достар, маған қараңыздар, самолетті ұшкен дейтін просто керемет екен достар. Ема, мен осылай бай болып кеттім достар. Еще енді бізге так осы ауылға үлкен қылып үй салу керек, и болды достар. Ну, шынымен достар, уже қызық емес болып баратқан сияқты, маған бар ғой, байлық бар ғой. Ну ладно, ешке кетпес, зато бүгін біз дейтін бір күннің ішінде бай болып кетті достар. Мен осы жерден видеоны аяқтайтын сияқтымын достар. Сіздерге бүгінгі видеолық ұнады деген ойдамын. Әрине достар, видеоға лайк басып арнаны тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.